Келер жылы колледждерге бөлінетін қаржы 2 есе артады. Яғни бюджеттен бір студентке берілетін ақша 350 мыңнан 700 мыңға дейін көбейеді. Бұл туралы оқу ағарту министрлігінің өкілдері мәлімдеді. Олардың айтуынша, бұндай өзгеріс техникалық және кәсіптік білім берудегі бәсекелестікпен оқу бағдарламасының сапасын арттыруға оң ықпал етеді. Жалпы бүгінде елімізде 772 колледжде 531 мың студент оқиды. Оқу орындарының басым бөлігінде техникалық, ауыл шаруашылығы, қызмет көрсету салаларының мамандарын даярлайды. Мемлекет басшысы 2025 жылға дейін жастарды осы мамандықтарға 100% тегін оқытуды тапсырған. Қазір бұл көрсеткіш 80%-ға жеткен. Республикалық бюджеттен былтырғы жылы 45 мың грант бөлінсе, биыл 50 мың грант, келесі жылы 60 мың грант бөлінетін болады. Жұмысшы мамандықтардың беделі артып келе жатыр. Ол беделін арттыруға байланысты біз әртүрлі шараларда қабылдап жатырмыз. Осы балалардың арасында бейімдеу жұмыстарында жүргізу арқылы осы колледждерге келетін балалардың саны жылдан жылға артуда.